Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз 200 литрлік пластмасс бочканың бетін қалай кесу әдістері жайлы болады. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, қоңыраушаны басып, каналға тіркеліңіздер. Каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Каналға тіркелсеңіз, біздің жаңадан шыққан видеоларымыз сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Мінекей мынау 200 литрлік бочка. Бұның бетін қалай кесу керектігі жайлы әдістерді сіз YouTube'тан қарасаңыздар, ол жерде бірнеше әдістер көрсетілген, бірақ барлығында кескенде ол бочканың бетін арнайы электрический станоктармен кеседі. Енді ондай арнайы электрический станоктар барлық адамдарда бола бермейді. Менің өзімде де жоқ. Соның үшін мен сіздерге бочканың бетін кәдімгі қарапайым құралдармен қалай кесуге болатынын көрсететін боламын. Достар, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Мінекей достар, көріп тұрғаныңыздай жоғарғы аузынан төменге қарай кесеміз. Бұл жерде бочканы жерге жатқызамыз, үстінен салмақпен кішкене басып тұру керек болады. Достар, көріп тұрғаныңыздай жоғарғы аузынан төменге қарай ұзынына кестік. Бізге ара, балта, шапқы және балға керек болады. Достар, ұзынына кесіп алдық. Енді бұны кесесіне кесу үшін жаңағы кесілген жерді балтамен ара сиятындай қылып ашамыз. Мінекей достар, мұқият қараңыздар. Ара сиятындай қылып аштық. Сосын кесесіне кесеміз. Накрест қылып достар, қараңыздар. Енді қолымызда электрический станок жоқ деп қарап отырмаймыз. Қолымыздағы бар құралдармен кесеміз достар. Мінекей өздеріңізде, үйлеріңізде бочкаларыңызды осы әдіске қарап кесіп алсаңыздар болады достар. Кесіп алдық. Енді екінші жағын кесеміз достар. Балтамен кішкене ашып, ара сиятындай қылып достар, еңбек етсеңіз бәрі де болады. Мінекей достар, кішкене ашып араны ара сиятындай қылып төменге қарай кесеміз. Мінекей достар, накрест кесіп алдық. 4 бөлікке бөлдік, көріп тұрғаныңыздай достар. Мына жерде достар мұқият қараңыздар. Мына жерде мына ауыздың қасын үшбұрыш қылып кесіп арамен, сосын астынан шапқыменен шауып алдық. Балтаның ұшы сиятындай қылып достар. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай ол жерге балтаның ұшын саламыз. Мінекей, балтаның ұшын салып, үстінен балғамен ұрып жайлап кесеміз. Ары қарай шауа береміз достар. Мінекей, көріп тұрғаныңыздай барлық нәрсенің де жолын тапсаң болады. Қолымызда электрический станок жоқ деп қарап отырмаймыз достар. Өзіміз қолымыздан келгенше жасай береміз. Осы видеоға қарап сіздер де үйреніп алсаңыздар болады достар. Мінекей достар, бірінші бөлігі кетті. Жаман емес, әдемі кесіліп жатыр. Достар, мұқият қараңыздар видеоны. Каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға қоя кетіңіздер достар. Қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Мінекей балтамен шауамыз. Бұл жерде балтаның рөлі жоғары. Балта көбірек жұмыс жасайды. Балта жақсы өткір болу керек. Мінекей достар, көріп тұрғаныңызда екінші бөлігі де кетті. Жақсы кесіліп жатыр. Станоктың кескенінен кем емес достар. Мінекей осы әдіспен өздеріңіздің бочкаларыңызды кессеңіздер болады достар. Осылай. Соңғы бөлігі қалды достар. Көріп тұрғаныңыздай станоктың кескенінен кем емес, әдемі кесіліп жатыр достар. Осылай кесе береміз. Мінекей достар, 200 литрлік бочканың бетін қалай кесу керектігін біліп алдыңыздар достар. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар достар. Тіркеліңіздер, қазақша арнаның дамуына үлес қосыңыздар ағайындар. Осылай бочканың бетін кесеміз достар. Келесі видеоларда өткізіп алмаңыздар достар.